Соңғы мына Азат Мақсумның жекпе-жегінен кейін біздің қазақ ММА жанкүйерлері Хабиб Нурмагомедовті жерден алып, жерге салып кәдімгі жек көріп кетті. Осы жайында сіздің пікіріңіз қалай? Дұрыс емес деп ойлаймын. Неге десеңіздер, бізде жалпы былай ғой. Сен батыстық болсаң, мына жерде оңтүстіктің балалары тұратын болса, бір-бірімізбен сыймай қаламыз кейбір кезде. Манағы айтқан сөз, бұлар ердің жігіттері бір-бірін батыр деп айтады, сол кезде ұмытылып қалады да көбінде. Одан жаңағы румен бөлініп кетеміз. Манағы мен батыстанмын, мына жерде оңтүстік деп тұрған ішіне жоқ. Жалпы бөлінуге тырысып тұратын кейбір кезде бір настроенияларымыз болып тұрады. Біз туралы жақсы ойда, жақсы пікірде болмайды одан кейін. Жекпе-жек өтті, жеңісті біреуге берді, ол жерге жаңа Хабиб болсын, Ислам болсын, жүгіріп айтқан жоқ қой, маған мынаған бер сала, мынаған бер салды. Ешқандай бұлардың несі жоқ. Бұлар да дәл солай бастарын ұстап тұрды ғой. Біздер сияқты. Жаңа ана біздікіне береді, мыналар біздікіне береді деген сияқты. Солай Солай болды енді, бұйырған ғой.